Бірінші кездесу өте қатты толықтады. Әсіресе оған арманыңдағы жігітіңмен бірге барып жатсаң. Осы орайда сені уайымдататын басты сұрақ, онымен жалпы не туралы сөйлесемін? Мүмкін ауа райы, сериалдар жайлы, өзім туралы, немесе о туралы. Ал мүмкін үндемей отырғаным дұрыс болар. Еш уайымдамасаң болады. Дәл қазір мен саған қызық тақырыптар беретін боламын. Дайынсың ба? Онда кеттік. Егер сен өз құрбыңмен оп-оңай әңгіме айта алатын болсаң, бұл нәрсе жігітпен де тура солай жұмыс жасайды деген сөз емес. Себебі мұнда мүлдем басқа жағдай. Сен оны толық білмейсің. Ол болса саған не ұнайтынын да білмейді. Онымен қоса екеуің де қобалжып отырсыңдар. Сол үшін мен саған қарапайым жымиюдан кеңес беремін. Иә, дәл өзі. Әңгіме басталмай тұрып, көршің сенің позитивті екеніңді көруі керек. Түсінемін, оңай емес, бірақ осы жолы анау бір қуып кеткен күлкісіз болсын. Жарай ма? Жай ғана жымию. Ал енді асықпай сөйлесуге де болады. Видеоларым саған пайдалы болып жатқанына өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ал біз жалғастырамыз. Екінші, оған комплимент жаса. Жақсы ғой. Комплименттерді тек жігіттер айтады дегенді кім ойлап тапқан? Мысалы, сен кездесуге ұзақ дайындаудың, көйлек таңдау, шаш үлгісін жасау, мейкап тағы бар. Тура солай жігіт те бір үйдегі шалбармен келмеген шығар. Сол үшін оған да сырт келбеті жайлы мақтаулар айту орынды болады. Ал егер сен жігіт саған комплиментті бірінші айтып қойса, онда жауап беруге ұмытпаймыз. Әсіресе ол өзінің сүйікті музыкалық тобының футболкасын киіп келсе, бұл саған музыкалық таңдау жайлы сөйлесуге болады деген кішкентай белгі. Себебі жігіт оны босқа кимейді ғой. Үшінші, оның күні жайлы сұрастыр. Жігітпен қызығып, сұрақтар қойып, оның ойын білу бұл бізге қажет нәрсе. Егер сен бүгін немен айналыстың деген сұрақ қойсаң, жігіт оған қуана жауап береді. Онымен қоса әңгімесінен жаңа тақырыптарды теріп алуға болады. Мысалы, ол саған ұнайтын сериалдар жайлы айтып бастаса, онда сюжет, актерлік ойын, идея туралы да сөйлесуге болады. Және ол да джентльмен боламын деп сенің күнің жайлы өз сұрақтарын қояды. Төртінші, өз күнің жайлы айтып бер. Егер оның жаңағы қармақтан кейін аузы жабылмай, ол саған сұрақтар қоймаса, онда саған осы видеоны өшіріп тастап, жігітті қалай тастап кетуге болады видеосын қарауға кеңес беремін. Ал егер ол сұрап қалса, онда керемет, бұл сенің мүмкіндігің. Осылай сен өзге ұнайтын нәрселердің барлығымен бөлісе аласың. Бұл сенің күнделікті іс-әрекеттерің немесе хоббилерің болса да. Бірақ есіңде болсын, тек өзі жайлы айта беретін адамдар ешкімге де жақпайды. Алтыншы, баратын жерді зертте. Егер ол сені кафеге немесе паркке шақырса, онда неге ол жерді таңдағанын сұра. Егер әрине бұл жер саған ұнап жатса, мүмкін ол бұл жерде достармен болған шығар, ал мүмкін жай ғана жаңа нәрселерді байқағысы келген болар. Жетінші, ортақ қызығушылықтар жайлы сөйлесіңдер. Сендер жоғарыда айтылған тақырыптарда сөйлескеннен кейін ортақ қызығушылықтарының барларын байқайсың. Егер жоқ болса, онда сенің жігітің бір дұрыс емес сияқты. Сонымен қатар оған ұнайтын нәрсені жамандаудың керегі жоқ. Тағы да дін, саясатқа деген көзқарас жайлы сөйлеспеуге тырыс. Сегізінші, қызық бір жағдайды еске түсір. Оған өз өміріңдегі қызық жағдайлар жайлы айтуға ұялма. Мысалы, өзің жалғыз бір кабинетте қалып қойып, онда бірнеше сағат жалғыз отырғаның, немесе сен достарыңмен бірге орманда адасып кеткенің жайлы. Бірақ ең сорақы жағдайларды еске түсірмей алдымен милашка боласа, өзіміздің қараңғы кейпімізді кейін көрсетеміз. Тоғызыншы, алдағы уақыттағы жоспарлармен бөлісіп, оны да сол жайлы сұрастырып көр. Егер сен алдағы уақытта жасайтын нәрсе немесе өз жоспарларың жайлы сөйлесуді 30 жастағы үлкендер тақырыбы деп ойлайтын болсаң, демек сен қателестің. Болашақтағы жігіт түсуі мүмкін бұл мектеп, универ немесе жасайтын жұмысы. Бұл әңгімелесуге деген керемет тақырыптар. Себебі солай сен оның қандай адам екенін байқай аласың. Ал егер бұл нәрселер екеуіңе де сәйкес келіп қалса, бұл онымен жаңара қатынасты бастауға деген тағы да бір себеп болуы мүмкін.
Ал бүгінге осы сенің өміріңдегі ең қызықты кездесулер жайлы білгім келіп отыр. Төменге жаза кетсең болады, басқаларына қызық болсын. Ал мен осы видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі Инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда сені WhatsApp'та күтемін. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.